Ассалаумағалейкум, қызай елі. Кешегі зерттеуіміздің жалғасы Қызылжар атауының 13-ші Қызылжарға келейік. 13-ші Қызылжарымыз Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданындағы ауыл дейді. Теректі Шағатай деген ауылдық округке қарайды екен. Сонда осы кішкене ғана жер болды деп есептейміз. 439 адам тұрады дейді. Қазақстан картасының ана бұрышында жалпы Батыс Қазақстан картасының орта шеніне қарай орналасқан екен. Міне таптық. Шағатай деген ауылдық округі мынау екен. Енді осының жанында міне Қызылжар деген мына жерде бар екен. Қызылжар. Қызылжар. Осылай өзеннің бойына орналасқан екен. 450 шақырым дедік па? Сонда жер екен. Қызылжарымыз. Адырлы, сар топырақты, қызыл топырақты дейміз бе? Осындай жер екен міне. Қарасақ. Күрделі тау жүргесі, тау асулары жоқ. Дастан бойынша айтылуында бізге күрделі тау асуы керек. Бұл жерде жоқ. Енді 13-ші Қызылжарға келсек, 14-ші Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданында дейді. Бұқар Жырау Ростов деген аудан округіне қарайды екен. 773 адам тұрады екен. Қарағанды облысы, міне Қазақстан мына жерінде. Қарағанды облысы, Қарағанды қаласының маңайында екен Қызылжар деген. Міне Қарағандыда Қызылжарды таптық. Қызылжар деген жер мынау екен міне. Осыншама үйлер бар екен. Бұл жерде бір ағып атқан өзен бар екен. Өзеннің маңайына орналасқан екен. Жербелерінде күрделі тау жүргесі жоқ. 15-ші Қызылжарымыз Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының кенті дейді. Қарағанды Жаңарқа ауданы Қызылжар округі дейді. 1620 адам тұрады дейді. Қарағандының осы жерінде, осы жерде Қарағандының. Жаңарқа ауданына қарасты Қызылжарымызды таптық. Қызылжар деп мында да тұр, мында да тұр. Жолдың торабы екен мында. Айқасқан жолдар бар. Елді мекен. Қызылжар. Бұл жерде де ешқандай күрделі тау жүргесі жоқ. 16-ші Қызылжарымыз болса Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданында дейді. Қызылжарды басамыз. 16-ші Қызылжар Қостанай Бейімбет Майлин Сенкринов округі 410 адам. Қостанай тура шекараның түбінде екен Қызылжарымыз Ресеймен. Бұндағы Қызылжарымыз Ресейдің шекарасы бұн жақтан кіріп тұр екен бізге қарай.
Қазақстанға қарай. Енді осы жерде міне тұр Қызылжар. Осындай ауыл. Енді жер бедерін көреміз. Жер бедерінде күрделі тау жілгесі жоқ. Егіндер негізі жазықтары деп атауға болады. Келесі Қызылжарымыз Қызылорда облысы Арал ауданында дейді. Қызылжар облысы Қызылжар Арал ауданында Райым деген округ екен, 1080 дейді. Қызылжар Қазақстанымыздың ана жерінде. Қызылжардың батысына қарай екен. Қызылорданың батысына қарай екен. Қызылжарымыз Арал ауданы. Мұндағы Арал ауданымыз мұнда тұр. Енді Қызылжар болса Райым. Осы жерде Қызылжар деген жер тұр міне. Так. Осылар үйлер бар осындай. Тау жілгесі жоқ, күрделі. Көлдер бар, өзендер бар. Осындай жер. Келесі Қызылжарымыз Түркістан облысы Байдыбек ауданындағы ауыл дейді. Түркістан Байдыбек ауданы. Түркістан Байдыбек ауданы. Жамбыл аудандық округі 80 адам ғана тұрады дейді. Өте кішкене жер болды. Қазақстан картасы мына жерінде. Бұл Қызылжар деген жеріміз мына жерде екен. Міне жасыл егіншілікпен айналатын аймақ екен. Ұстануы жер бедерінде күрделі тау жілгесі жоқ. Келесі Қызылжарымыз Түркістан облысы Сайрам ауданы дейді. Бұл бет ашылмайды дейді ма? Басталмайды дейді. Неге басталмайды? Так. Жоқ деген сөз мәлімет ол туралы. Таврюсте Түркістан облысы Ордабас ауданында дейді. Қызылжар деген. Мынаны қарамаптық Ордабас дейді. Төрткөл деген ауылдық округте қасындағы 1665 адам тұрады дейді. Тура бағана Қызылжарымыздың маңайында екен бұл да. Бұндағы Қызылжарымыз бағанаға Төрткөл деген қасындағы екен. Бағанаға ғана қарап өткен Қызылжар екен. Онда мен қателестім. Тағы бір Қызылжар қайда? Алдыңғы Қызылжарды қайдан табуға болады? O da осы маңайда болды. Келесі Қызылжарымыз болса Сайрам ауданында дейді. Түркістан облысы Сайрам ауданы. Яғни Түркістан облысының шығыс жағында дейміз бе, шығыс оңтүстік жағында дейміз бе, солай деп айтуға болатын шығар. Тағы бір жерде тағы бір Түркістан облысында тұр. Түркістан облысында өзі 4 Қызылжар деген жер бар екен. Бұл мынау шетте екен Қызылжар деген. Қарайтын болсақ, мынау міне Түркістан облысы. Бағана Қызылжарды мына жерден таптық. Мына жерде тұрды Қызылжар. Қазір қараймыз, міне Қызылжар тұр. Содан кейінгі біз
оңтүстік жағына көз жіберсек, Шымкентке қарай. Осы жерлерде Қызылдала дейді, міне жерде тұр. Сосын Қазғұрт дейді. Қазғұрт екен ғой, Қазғұрт. Қызылқұя дейді. Сосын тағы бір жерде қызылдан басылған тағы бір жерлер бар еді ғой. Бұл жерде тұр. Қызыл әскер дейді. Қызыл ту дейді міне. Жалпы қызылдан басталған жер аттары бұл жерде көп екен. Бірақ Түркістан облысының мынау Шымкенттен былайғы шығыс жағында таулы жерлер бар екен. Тау жүлгілер. Мынандай тау жүлгілер тұр міне. Мына жерде де міне тау жүлгілер тұр. Түркістан облысында міне осындай тау жүлгілер тұр міне. Енді қарасақ, аса бір күрделі асу болатындай тау жүлгесі жоқ. Асу қылып асатындай тау жүлгесі жоқ. Қиын қысаң асу мына жерлерде жоқ. Яғни енді мынау мына жақ Өзбекстанға таяп қалатын шығар. Ташкент Өзбекстан ғой міне. Өзбекстанға шекараласқан жерлерде, осы жерлерде мынау тау жүлгілері бар екен мынандай. Түркістан облысында мынандай. Ол ағарып тұрған қарлы тау жүлгесі, яғни қиын қысаң асулар осындай жерлерде болу керек. Болса да ағарып тұрған жерлерде. Ал енді басқа мынандай жерлерде ондай қиын қысаң асулар болмайды деп есептеуге болады. Міне, мына жақ Қырғызстанның жері дегендей. Осындай жерлерде тау жүлгілер, биік тау жүлгілер деп айтуға болады. Осы жүлгілерді. Яғни мына таудың бүрісін көрейік. Биіктеу жерінен түсілген қандай фотолар бар екен. Сайшы. Осайдың биіктеу жер екен. Ең мына нүктені талдайық. Бұл биіктеу жердегі нүктесі деп есептеуге болатын шығар. Так. Міне тау, екі таудың жүлгесінің ортасында міне қар су ағатын, су ағар деп айтуға болатын шығар. Қорым тас осындай. Міне білмеймін бұл таудың атын неме деп айтатын. Алдыңғы сөздерімді айттым, мен тарихшы емеспін. Бірақ шамам келгенше өзі көрсетіп атқандағым ғой. Міне бұл жерлерде күрделі тау жүлгесі бар деп айтуға болады. Бұл Түркістан облысының Өзбекстан мен Қырғызстанмен шекараласқан шекара маңайларында осындай тау жүлгелер бар. Енді соңына таман кеп қалдық. Бұл жерде Түркістанды бітірсек, Павлодар облысында дейді. Ертіс ауданында Қызылжар деген бір жер бар екен. Және Павлодар облысының Ақсу
қалалық әкімшілігіне қарайтын Қызылжар деген бар екен. Сосын Шығыс Қазақстан облысында бар екен. Так. Павлодар, Ақсу дейді. Қызылжар округі дейді. Павлодар облысы еліміздің ана шетінде. Ал мынау Ертіс бойында екен. Қызылжар деген. Міне Павлодар облысы. Ақсу деген мына жерде тұр. Міне Ақсу ауданының территориясы. Ол мына Ертіс жағалай былай қарай созылады. Осы жерде міне Қызылжар деген жер тұр. Міне Қызылжар деген Ертістің бойына орналасқан ауыл екен. Анау ар жағында көгеріп жатқан жер, ол Ертістің аңғар суы жайылып жататын жерлер. Бірасы ормандығы да бар. Шабыстық жерлер болады. Павлодар халық. Нүкте болып шөптердің іздері де көрініп тұр, жиналған. Бұл жерде күрделі тау жүлгесі жоқ, яғни. Бұл жерде күрделі тау жүлгесі көрініп тұрған жоқ. Енді біреусі Ертіс ауданы дейді. Ол Ертіс ауданы мынау Омбы жаққа қарай кеткен жақта. Ертіс ауданында бар дейді. Ертіс ауданы так. Міне. Осы жерден Қызылжарды деп көреміз. Енді Ертіс аудан территориясы мынау. Бұл жерде енді бағана Қызылжар деген жердің нақты мәліметтер жоқ екен. Бірақ шамам келгенше іздеп көрдім. Қызылқақ деген бір көл бар екен. Осының маңайында шығар болмасам жерде. Мына жақта қайда тұрды? Тағы да Қызыл Өрдеме деген бір жер көрген сияқты едім. Басқа жерден көрген сияқтымын. Негізі Ертіс ауданында ондай күрделі тау жүлгесі жоқ. Ертіс аудан территориясында. Қарап тұрмыз. Күрделі тау жүлгелерінде басына ақша алып қарлы тау болады бас. Ондай жағдай бұл жерде жоқ. Енді соңғы Қызылжарымызды қарайық. Соңғы Қызылжарымыз Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданындағы ауыл дейді. Қане. Шығыс Қазақстан Бородулиха ауылы көрген. Красноя дейді. 478 адам тұрады. Шығыс Қазақстанның жерінде тұрады екен. Шығыс Қазақстан так. Рейдер Қатонқарағай жағында мекен. Солай болу керек. Міне соңғы Қызылжар туралы мәліметімізді қараймыз. Жалпы Шығыс Қазақстан жері. Бородулиха деген ауданның территориясы. Так, осы жерде Қызылжар деген мынау шетінде бар екен. Қызылжар мына жақпен немен шекараласады? Так. Өзіміздің Қазақстан территориясы Өскемен. Шемениха жағында екен. Міне Қызылжар деген мына жерде тұр. Так. Осынау ауыл екен. Бұл жерде бір өзен бар екен. Так, міне өзені. Осы жерді көрейік. Осы жерде міне тау жүлгелері бар. Бірақ күрделі тау жүлгесі жоқ. Жолдың жағасында егіншілікпен шұғылданады екен. Мал шаруашылық егіншілікпен қоса шұғылданады екен. Жерлер өткен егін еккені белгілі болып тұр. Осындай
Жалпы Қызылжар туралы мәліметтерді қарап шықтық. Өзі 24-25 Қызылжар атауы бар екен. Кейбірі бұрыннан келе жатқан, кейбірі орысша атауларды қазақшаға аударған. Кейбірі өте ұсақ, Қызылжар атаулары өте ұсақ бір ауылдарға берілген. Жан саны 100-ге толмайтын ауылдарда бар екен. Сондай 100-ден асатын, 100-ге толмайтын шағын ауылдарда да Қызылжар деп атағандар бар екен мысалы. Біз осыларды қарап шықтық. Негізгі мәлімет бойынша қазір күрделі тау жүлгесі осы Қызылжар атауымен сәйкес келетін Талдықорғанда тауларды қарадық. Сол жерде Қызылжар атауы бар болып шықты. Сосын тағы бір Қызылжар атауы ол қазір картадан қарайық. Картадан көреміз. Мына жерде мынау не Талдықорғандағы дегенбіз. Қызылжар, осы жерде бір Қызылжар болды. Қарасыз Қызылжар деген міне. Бұныңған мынандай күрделі тау жүлгесі жақын, қарлы таулар жақын жерге орналасқан. Бұл бір. Екінші Алматы жақта. Так, Алматы. Осы маңайдан бір келген жақтан таптық. Келген деген міне тұр. Осы жерде Қызылжар деген бір жер тапқанбыз. Қайда тұр? Осы жақта бір аталған. Енді оған мына жақтағы Қырғыздың тау жүлгелері жақындау. Мынау Алатау дейміз ба? Күрделі тау жүлгесі осы жерде болу керек. Бұл екінші. Енді үшінші қарайтын болсақ, Түркістан облысы Өзбекстан мен Қырғызстанның шекараласқан маңайында. Осы жерде мына жақ Өзбек территориясы, ал мына жақ Қырғыз территориясы. Осы жерде Қазақстан территориясы бар. Осы жерде күрделі тау жүлгелері бар екен міне. Енді Қызылжар деген Түркістанда 4 түрлі жер бар екен. Тағы Қызыл деген атаумен аталатын жерлер көп екен. Міне осында да мына қарлы таулар тұр. Осындай қарлы таулар әрине сол күрделі тарқысаң асу осы жерлерде болу керек. Осындай жерлерде. Негізі бұл осы үш жерде осындай күрделі жерлер көрініп отыр, тау жүлгелері. Енді қалған Қазақстанның мынау Астананың маңайы болсын, Қызылжар деген атау бар. Мысалы Көкшетау болсын, болмаса Петропавл болсын, ол жерлерде Қызылжар деген жерлер жоқ. Тау жүлгесі жоқ. Мысалы күрделі ондай асуы басатын, артынан жау қылса да жете алмайтын, қуып бара алмайтындай тау жүлгелері жоқ. Рахмет сіздерге. Әр семьяға амандық пен тыныштық болсын.